Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздермен бірге торт дайындаймын. Бұл тортты дайындауға сізде 30 минут қана уақытыңыз кетеді. Бүгін мен сізге қарапайым өнімдерден керемет және шоколадты тортты қалай тез жасаудың жолын көрсетемін. Ең бастысы махаббатпен дайындаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 120 грамм бидай ұнын қосамыз, шым-шым тұз саламыз, сосын қант саламыз. Қант бізде 90 грамм, сосын 30 грамм какао қосып, 6 грамм немесе бір ас қасық соданы салып, барлық ингредиенттерді електен өткізіп аламыз. Мен алдын ала барлығын електен өткізіп алдым. Үстіне 60 грамм өсімдік майын құйдым, бөлме температурасындағы 150 грамм сүтті құйдым және 2 жұмыртқаны салып, бір келкі болғанша араластырдым. 12 грамм немесе бір ас қасық 9% сірке суын құйдым, бір келкі болғанша араластырдым. Сірке суы реакциясын толығымен аяқтауы керек. Дайын тортты ыдыстан шығаруға ыңғайлы болуы үшін мен түбін пергамент қағазымен жабамын. Қамырды ыдысқа құйдым. Тостағанның қамырға бізде ортасында болып тұру керек, яғни көтерілген кезде қамырдың шет жағына шығып кетпеуі керек. Менің тостағанның көлемі 2 литр, биіктігі 10 сантиметр. Бізде пісірілген тағамдарды микротолқынды пеште пісіремін. Мен максималды қуатпен пісіремін. Микротолқынды пеште 800 ватта 7 минут аралығында пісірдім. Пісіру уақыты сіздің ыдысыңыздың мөлшерімен материалына да байланысты 5-тен 8 минутқа дейін аралығында болуы мүмкін. Мен дайындықты ағаштың таяқшасымен тексердім. Енді кремін дайындаймыз. 400 грамм қаймақ, 90 грамм қант ұнтағын қостым, 2 ас қасық вареный сгущенканы қосамын. Содан кейін 25 грамм електен өткізілген какаоны қосып, барлығын бір келкі болғанша араластырдым. Қант ұнтағының орнына кәдімгі қантты қосуға да болады, бірақ қант қаймақта ұзақ ериді. Сондықтан қант ұнтағын таңдаған дұрыс. Қаймақтың майлылығы менде 20%-ды. Менде осындай крем пайда болды. Енді крем тортымызды сәндейміз. Корждарды мен көз мөлшерімен 3 бөлікке бөлдім. Кремнің 1/3 бөлігін ыдысқа тегіс етіп құйдым. Бірінші тортты кілегейге салдым. Торт кілегейге сәл батып кету үшін оны аздап басқыладым. Сосын торттың кремін келесі 1/3 бөлігін құйып, оны тегістедім. Үстіне екінші тортты жайдым, аздап тағы да бастым. Қалған креммен толтырдым. Үшінші торт пен ыдыстың арасындағы бос орындарды толтыру үшін кішкене кремді жан-жақтарына жақтым. Үшінші тортты жайып қойдым, тортты аздап бастым. Бізде басу процесі оңай болады. Торт пен тостағанның ортасында бос орын кремдерін толтырдым. Торттың тамақ пленкасына жауып, тоңазытқышқа 5-6 сағат ішіне қойып демалдырып алдым. Тоңазытқыштан салқындатылған тортты шығарып, тостағандағы пленкадан алдым. Тарелканың үстіне аударып, үстіне жаңағы қалған кремдермен және қалған бисквиттің корждарын блендермен өткізіп, шет жақтарын сәндеп шықтым. Бұл жерде сәндеу барысы өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Бұл торт мерекелік дастарханға өте қолайлы, шоколадтың дәмі бар, дәмді және әдемі торт дайын болды. Маған сенім білдіріп, менің қолданған рецепттерімді сіздер де қолданып жатқандарыңызға алғысымды білдіремін. Егер сіз менің жаңа бейнелерімді жіберіп алғыңыз келмесе, жазылу батырмасының жанындағы қоңырауды басыңыз, сонда сізге жаңа рецепт шыққан кезде бірден хабарлама келетін болады.